Қазақ телевизиясы. Оқу мақсаты тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың шынайылығы мен нақтылығын анықтау, мәтіннің мақсатты аудиториясын, автордың негізгі ойы мен көзқарасын анықтау. Жаңа сөздер: жоба, жағымды, қамту, соңғы. Айтылым. Мына сұрақтарға жауап берейік. Қазақстанда қандай телеарналар бар? Қандай телеарнаны көресің? Қандай бағдарламаны ұнатасың? Тыңдалым. Бейнефон қашан алғаш рет көпшілік алдында көрсетілді? Екі жақты байланыс қай жерде жүзеге асты? Тікелей оқиға болған жерден берілген репортаждың сапасы қандай болды? Міне осы 3 сұраққа тыңдалым мәтінін мұқият тыңдап жауап беріңіздер. 5-6 сабақтар. 2 тапсырма. 1927 жылдың 7 сәуірінде Вашингтон мен Нью-Йорк арасында бейнефон көпшілік алдында алғаш рет көрсетілді. Электр сигналы кабельмен берілді. Кейінірек 1930 жылы Белл зертханасының мамандары Нью-Йорк түкпірлеріндегі бейнефондар арасында екі жақты байланыс орнатты. Құлағына дауыс күшейткіш киіп, телекамераның алдында тұрған адам қарсы алдында микрофон ұстаған басқа адамды көріп естиді. Ол кезде мұндай бейне байланыс өте қымбат болатын. Сондықтан ол кең тарамады. Тікелей оқиға болған жерлерден берілген репортаждар телекөрермендерге қозғалмайтын суреттер түрінде жетті. Экранда оқиға болған жердің географиялық картасы, экранның төменгі бұрышында тілшінің портреті көрінетін. Ал бүкіл ақпарат дыбыспен берілді. Кәсіптік бейнекамералар өте ауыр болды. Сол себепті операторлардың жұмысына ыңғайсыз болды. 5-6 Оқылым мәтінін мұқият оқимыз. Биыл Қазақ телевизиясының құрылғанына 60 жыл толды. 1958 жылы елімізде теледидар алғаш рет Алматыда тікелей хабар тарата бастады. Сол жылы Қарағанды мен Өскеменде, 1959 жылы Жезқазғанда, 1960 жылы Петропавлда облыстық студиялар ашылды. Бұдан кейін Целиноград, Орал, Балқаш, Семей қалаларында да студиялар ашылып, жұмыс істей бастайды. 1985 жылы қайта құру кезеңі басталып, елде үлкен өзгерістер болды. Қазақстан арнасы 1991 жылы ел тәуелсіздігін халыққа бірінші боп жеткізді. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ант қабылдау рәсімін көрсетті. Кез келген ақпарат құралдары өз елінің ұлттық мүддесін басты мақсатта ұстайды. 2011 жылдың 1 қыркүйегінен бастап елбасы Назарбаевтың тапсырмасымен Қазақстан ұлттық арнасы 100% қазақ тілінде хабар таратуға көшті. Қазіргі таңда Қазақстан телерадио корпорациясы, Қазақстан ұлттық арнасы, Қазспорт, Балапан телеарналары, Қазақ, Шалқар, Астана және Классик радиолары, аймақтық телерадио компанияларды біріктіретін үлкен телеарна. Корпорация мен аймақтық филиалдарда 2000-нан астам адам қызмет етеді. Қазақстан ұлттық телеарнасындағы көрсетілімдердің 80% төл өнім. Көктемгі маусымда ұлттық арнаның ұжымы көрермендерін тың жобалар мен жағымды жаңалықтар мен қуантпақ. Атап айтқанда, жүрсіннің жүйріктері жаңа форматта айтыстың көркін қыздырса, 26 наурыздан бастап Алаш зиялыларының тағдырын арқау еткен Тар заман телехикаясы көрерменге жол тартады. Сонымен бірге
Соңғы уақытта жаңа деректі фильмдер, отандық телесериалдар да эфирге шығып жатыр. 60 жылдық тарихы бар қазақ телевизиясы қазақ қауымының мәдени әрі рухани ошағы. Өзекті тақырыптарды қамтыған арна мыңдаған жас өренді тәрбиелеп, отандық телевизия мектебін күшейтіп келеді. Балалар, бұл біздің еліміздегі алғашқы телеарна, Қазақстан телеарнасының 60 жылдығы қарсаңында жазылған мақала болатын. Мақала авторы Аян Бекенұлы. Яғни бұл осыдан 3 жыл бұрын 2018 жылы жазылды. Енді сіздер мәтінді түсініп оқып, қою қаріппен жазылған сөздердің мағынасын анықтаңыздар. Жазылым тапсырмасы 127 беттегі 4-ші тапсырма және 6-ші тапсырманы, 128 беттегі 7-ші тапсырманы, 8-ші тапсырманы орындаймыз. Сабақтың кері байланысын бағдаршам әдісі арқылы жасаймыз. Қызыл түс. Түсінген жоқпын, сары түс әлі де сұрақтар бар, жасыл түс барлығы түсінікті. Рахмет, назар қойып тыңдағандарыңызға. Сіздерге қайырлы білім болсын, зейіндеріңіз ашылсын.